Армысыздар ағайын, баршаңызға Алланың сәлемі мен берекесі болсын. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Өткен ғасырдың басында халқымыздың рухын демеп, жанына жалау болған қазақтың парасатты перзенттерінің бірі Міржақып Дулатовтың осы бір шумағы бүгінде өз маңызын жойған жоқ. Әлемнің 40-тан астам еліне тардай шашылған 5 миллиондай қазақты айтпағанда, өз елімізде де ана тілімізбен ата дініміздің жағдайы дүдамал күй кешкен жағдайы бар. Сондықтан біз бүгін шетелдегі бауырлар ата діні мен ана тілін қалай сақтап жүр, осы туралы сөз етейік. 40 жыл қырғынға татитын жат елдегі тіршілік толқынына дес бермей, ата дініміз бен ана тілін сақтаудың мүмкіндігі қандай деген сауалға жауап алу үшін бүгін студиямызға ел аралық Шалқар газетінің тілшісі Жазира Амантайқызын және болашақ исламтанушы Нұрзила Әлғазыны шақырып отырмыз. Қымбатты қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Армысыздар, барша қазақ жұрты, асыларына арнасын тамашалап отырған бүкіл қазақ халқына ассалаумағалейкум айтамыз. Ассалаумағалейкум барлық қазақ жұрты, баршаларыңызға Аллахтың нұры жаусын. Нұрзила, өзіңнің қазақ еліне, атамекенге келгеніңе көп болған жоқ. Әңгімені бірінші сауалды өзіңізден бастасақ. Ең алғаш рет осы қазақ еліне келген кезде қандай күй кештің? Өзімнің осы алыстан кішкентайымнан армандаған Қазақстан, қазақ мемлекетім деп армандап келген арманыма жетіп, Қазақстан қашан барып, қашан көремін деп аңсағаныма былтыр өткен жылы 7 айда шілде уақытында келіп, өзімнің көзіммен көріп, өзіміздің енді қазақ мемлекетіміздің қандай екенін өз көзіммен көріп, ислам дінінің қалай екенін өз көзіммен көріп, сондай тебірендім. Бұл жақта мен туысқаным жоқ қой, мен жалғыз өзім, әке шешем болса Қытайда. Танымай, білмей, тек атамекенім деп келе бердің ба сонда? Иә, енді білмеуші өзім, өте әсерленген кім енді Қазақстан деген, сен бір қазақ дегеннен кейін өзің қатыжан боласың. Енді қазақтан не жамандық келуші еді? Қазақтан жақсылық келсе жамандық келмейді ғой. Ешқандай танысың болмады, бірақ енді Аллахтың қалауыменен бір апайларға кезіктік дегендейін. Онда ол кісілерге кезігіп, сол кісілердің көмегімен осы Қазақстанда тұрып, Нұрмұра университетіне тест тапсырып, оқуға түсіп дегендейін. Қазір жерде оқып жатырмын. Аллаға шүкір, өте қуаныштымын. Нұрзиланың басындағы жағдай әрбір атамекенге ең алғаш аяқ басқан біздің қандасымыздың басынан өтетін жағдай деп, солай деп әрине есептеуге болады. Ал Жазира, осы тұрғыда сен не айтасың? Мысалға, сен күнделікті осы ел аралық жат елдегі ағайындармен хабарласып отырған тілшілердің бірегейсің. Ең алғаш 1976 жылдан бастап шыға бастаған осы Шалқар газеті қай елде, қай өңірде қазақ бар, өзіміздің қазағымызды іздеген алғашқы қарлығаш болып есептеледі. Осыған дейін темір саясаттың кезінде алыс-беріс болған жоқ дәл қазіргідей. Сол кезде ең алғаш қазағымыз деген осы біздің ел аралық Шалқар 2 газеті болатын. Өте жазумен шығатындықтан газеттің оқырмандарының көбісі Европаның бүкіл елінде бар деп айтсақ болады. Сол көп қазақтың табылуына да және бір-бірін тауып жатуына да, жаңағы төс қағыстыруына да осы газеттің басылым ұйытқы болып, көмегі болды десек артық айтпаймыз. Сонда алғашқы қарлығаш деп отырған себебіміз сол, жаңағы газет барғанда сол жақтағы аға буын өкілдері, аталарымыз қазір бүгінде көзі жоқ, ол кісілердің газетті алып көзіне сүртіп, жылап, Қазақстанның туған елдің иісі шығып тұр ғой, туған елден келген бізге ақпарат қой деп осы жылап көрсетін болған екен. Енді біздің аға буын әлі күнге дейін соны айтып отырады. Енді бүгінгі күнге келетін болсақ, ол құндылығын басылымымыз әлі жоғалтқан жоқ десек болады. Себебі өздеріңіз білесіздер, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасы өзіміздің елбасымыз болады. Сол кісінің бастамасымен сонау 2000 жылдан бастап бүкіл елде, әрбір Еуропаның әрбір елінде дүниежүзі қазақтарының құрылтай өтіп тұрады. Кіші құрылтай деп айтамыз оны. Жаңағы шетелдегі қазақтардың. Сол құрылтайларға міндетті түрде біз редакциямыздан барып қатысып, алыс-беріс, олармен жағдайларымен танысып жатамыз. Өткен құрылтайда болу керек, менің білуімше. Тіліміз бен дінімізді сақтап қалу үшін өзіміз барынша күресеміз деп, қазақ еліне, атамекенге мойын созбай, өз мәселелеріміз өзіміз шешеміз деп сондай қаулы қабылдаған екен. Ал ол жақта шын мәнінде қалай? Өте ілгерілеушілік өте басым. Алдыңғы басқа жылдармен салыстырғанда. Олай дейтін себебіміз, мысалы, бұрын аға буын, үлкен буындар барып, жиналыс өткізіп, бір-бірімен пікір алмасып қайтатын болса,
Енді бүгінде жастар да соған өздерінің тараптарынан атсалысып талпыныс білдіріп жатыр. Енді қай қазақпен шетелде қоныстанған, қай өзіміздің замандасымызбен тілдеспесек те, олардың айтатыны туған елім қазағым, жүрегінде қазақ деген жаңағы оты дейміз ғой, сол ұшқыны байқалады. Сол жақтағы жол көрсетіп, бата беріп отырған аға буындардың айтуынша 6 жыл аш қалсақ та өзіміздің ата салтымыздан, дінімізден, тілімізден арылмаймыз дегенді қатты ұстанады. Оның бір көрінісі, мысалы, қанша шетелде өмір сүріп, басқа елдің заңымен, басқа елдің тілімен жарақтанса да, бәрібір қазақтың салтын ұмытпағаны. Оның дәлелі, мысалы, ешбір қазақ азаматын қызын басқа ұлтқа бермейді, және сол өзі отырған елдің ұлтының қызын алмайды, егер мұсылман болмаса. Енді соның бәрі қарап отырғанда таң қалдырады. Қазақты сақтап қалуға мықты атсалысып отыр. Оны бір жағынан енді айтса да болады, мысалы, осы Қазақстан өзіміздің елімізде жүріп, жерімізде жүріп, өзіміздің тіліміздің қадірін білмей, діліміздің қадірін білмей, мысалы, орыс тілінде сөйлеп, өзге тілде сауат ашып жүргендерге шетелдегі қандастарымыз үлкен үлгі өнеге бола алады десек қателеспейміз. Нұрзила, өзің не айтасың? Мынау енді Қытайдағы бауырларымыздың, қандастарымыздың жағдайы қалай? Ол жақта мына елге келсек деген арман көп шығар енді. Енді қаншама армандап, қаншама келеміз деп жатқан бауырластар өте көп. Енді бәрінде де арман бар, бірақ дәрмені жоқ болып жатқандар да бар. Біз қанша оқы, қанша біл, қанша мемлекеттің тілін біл, қанша жер арала, бірақ өзіңнің дініңді, өзіңнің тіліңді әркез ұмытпа дейді. Мысалы, біз сыртқа шыққан кезде, басқа жерге барғанда басқа тілде сөйлесек, үйде әркез енді қазақ тілінде сөйлейміз да. Қазақ тілін сөйлеп, өзіңнің тіліңді, өзің әдеп ғұрпыңды ұмытпа. Дегенмен сол Қытайдағы жастардың арасында ана тілінен ажырап кетіп жатқан сондай жағдайлар көп па? Діннен алыстап жатқан жағдайлар? Қаншыққа мен Қытай мемлекеті ғой, өзіңнің Қазақстаның емес, Қазақстан болса емін-еркін, өзің не істеймін десең, не қалаймын десең, ол саған жол ашық та. Ал енді Қытай болса, ол өз мемлекеттің емес, ол әр мемлекеттің өзіндік саясаты болады дегендей. Жазира, осы тұрғыда сен не айтар едің? Сіздерге хат жолдайтын, хабарласатын шетелдегі бауырларымыздың белсенділігі қандай? Қазір Нұрзиланың келіп отырған мекені біздің қазақ бауырларымыздың ең көп шоғырланған мекені ғой, Қытай жерінде отыр. Біздің сыртта 5 миллионға жуық қандастарымыз жүр дейтін болсақ, соның 3 миллионға жуығы осы Қытай жерінде отыр. Көп Еуропаның әртүрлі қалаларына тараған қандастарымыздың барлығы осы Қытай жерінен тараған қазақтар. Олар қазір сондықтан болар, мысалы, тау баласы тауға қарап өседі дейді ғой. Осы басқа елдерді, Еуропа өз алдына мынау Қытай мемлекетінде, Монғолия мемлекетінен келіп жатқан қандастарымыз, жастардың арасында белсенділік өте басым. Және келген кезде ол керісінше бізге ұмытылып кеткен, мысалы, кеңес дәуірінде біз орыс тілі басым болды ғой. Сол жағынан қарағанда керісінше бізге тіл үйрететіндей жағдайда десек қателеспейміз. Ал енді мынау Еуропа елдерін алып қарайтын болсақ, мысалы 2011 жылы Швецияда өткен құрылтайға барғанымызда, ол жерде біздің жаңағы риза болғанымыз, ешқандай салтты олар әлі ұмытпаған. Мысалға, ол жақта ең бір, былай қарасаңыз, ең бір кереметі, ол жақта мүлде мынау ішімдік атаулыға жоламайды екен біздің қазақ бауырларымыз. Соның өзі азаматтығын және оның иманын сақтап қалуға керемет нәрсе ғой, қарап тұрсаңыз. Мысалы, осы басылымымызда да біз айттық, тіл идентификациясы, интеграциясы проблемалары. Мысалы, славян тіліндегі жастардың, неміс тілінде сөйлейтін жастардың кішігірім жиналыстар болып отырады. Соның ең алғашқы тұсаукесері 2009 жылы Германияның Мюнхен қаласында болған болатын. Сонда барып қатысқанымызда қазақтың сүндет той дәстүрін жасады. Сонда мысалы сол елге көбісі сыраның фестивалі өтетін болғандықтан сол үшін барады екен, мысалы Қазақстаннан болсын, басқа елден болсын. Ал біз барған елде, мысалы қазақтар шоғырланған жерде керісінше сондай сыраның мекені болып отырса да, жаңағы дастархан жайған кезде ондай артық спирттік ішімдік дейді ғой, біздің тойлардан айырмашылығы. Мысалы, қымыз бен шұбат сондай суша ағып жатпаса да, оған қолдар жетіп отпаса да,
тек су, Біздегідей дейсіз ғой, біздегідей емін еркін жоқ қой енді. Емін еркіндік жоқ әрине. Сондықтан сумен, жаңа қазақтың ұлттық тағамдары құрт, бауырсақпен ғана тойын өткізіп отыр. Спирттік ішімдік болу керек, және басқа да тағам болу керек деген сияқты. Түсінікте де жоқ болуы мүмкін. Ондай түсінікте жоқ оларда. Ал енді Қытайдағы жағдай қалай? Өйткені бұны айтып отырған себебім пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ішімдікті бүкіл жамандықтың көзі деп есептеген. Ол жаңағы ішімдікті құюшы, оны жаңағы сатушы, оны тасушы, тіпті пайдаланушы барлығына Алланың лағнеті болсын деп өте қатты ауыр айтқан. Соған қарамастан мысалға сонау кеңестік дәуірдегі ең өкінішті жағдай мына біздің қазақ халқына ішімдіктің кәдімгі судай ішілуіне жаңағы сондай бір саясаттың жүргізілуі, ол да бір біздің дінімізге, иманымызға, тілімізге көп зиян тигізетіні ол енді айдан анық қой. Ал енді Қытайда бұл қалай? Барлық бес саусақ тең емес қой, енді дінді қабылдайды, дінді түсінеді, дінді білетіндер енді оған жоламайды да. Оның енді бағана сіз айтып кеткендей, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, оны арақты сатушы және оны тасушы, ішуші дегендей, ары бері алып жүруші дегеннің барлығына лағнат болсын деп. Сондай оны білетіндер оған жоламайды, ал енді білмейтіндер сіздерде қанша дегенмен көп қорқытады дейді ғой. Терең батырады демекші, көп халықтың да ықпалы тиіп жатыр деп айтуға болады ғой. Ортаға да көп байланысты ғой, мысалы, ортасы. Бірақ енді бұл тұрғыдан келгенде мына Еуропадағы қазақтар мүлдем енді бұл жағынан үлгі тұтарлық жағдайда деп айтуға болады. Қазақ еліне келсек деп көбіне кімдер сіздерге келсек деп өтініш жазып, немесе сондай бір шағымдарын айтып жататын жағдайлар бола ма? Барлық елден десек те болады. Мысалы, осы Қазақстанға келсек, тіпті біздің арманымыз бала кезден, тіпті өзіміз келмесе де біздің ұрпағымыз келсе екен деген тілек ниеттерін айтып жатады. Мысалы, Швецияның жаңа Весторос қаласында түрік ағайындарымыз дейміз ғой, өзіміздің түрік ағайындарымыз кезінде жаңағы жастар театры шіркеуге айналған. Сол шіркеуді жаңағы Түркиядан барған мұсылман ағайындар, біздің қазақ ағайындарымыз, сол жерде отырған қазақ ағайындарымызбен бірігіп 1995 жылдан бастап сол шіркеуді мешіт етіп алған екен. Біз болып таңғалдық деп жатқанымыз жастар. Оларды ешкім жаңағы үгіттеп, насихаттап, зорлап, дінге тартып атпаса да, олар түсініп, тегіміз қазақ болғаннан кейін біз мұсылманбыз, діліміз мұсылман, біз имандылықты қалайда меңгеруіміз керек деп арнайы барып, білім алып, намаз оқып, әрбір жұмада қазақ бауырларымыздың балалары сол жерге жиналып, бір-бірімен танымағандар, бір-бірімен жақынырақ танысып жатады екен. Негізінен Еуропадағы қазақтарға қарағанда осы Қытайдағы, осы шығыс жақтағы бауырларымыз көбірек елге ұмтылатын сияқты. Енді Қытайдағы болғанда да енді айтады ғой, ата-бабаларымыз, мысалы өзіміздің әке-шешеміз айтады да, мысалы біз бармасақ та біздің ұрпақтарымыз барсын, біз қосылмаған үлестерімізді солар барып оқысын, солар барып білсін, Қазақстанға өздерінің үлесін қоссын, Қазақстанды дамысын. Мысалы олардың да қаншама талпынады, қаншама аңсайды Қазақстан, ау Қазақстан деп. Бірақ енді барынша талпынса да енді бәрібір келуге тырысып жатыр. Бірақ енді мың естігеннен бір көрген артық дейді ғой енді. Бірақ олай өйтіп айтады, бірақ енді ол өзіне байланысты әр жерге үйлесіп кету, әр жердің ділін, әр жердің неменесін үйреніп кету, ол қазақ. Қазақ деген енді әр нәрсеге бірай жуықш қой. Не үйренем десе, не талпынам десе, жүрегі нені қаласа, соны істей алатын халық қой негізі қазақ дегеніміз. Германияның Мюнхен қаласынан Сүлеймен Шаткам деген кісі, осы кіші жүздің Адай руынан шыққан ол кісі. Сол жаңа ұлттың қазағым дегенді, сол өзге елде жүрсе де, үнемі осы қазақ деп жаңағы балаларына да қазақша үйретіп, балаларымды Қазақстанға оқытсам екен, өзім барамадым ғой, көп дүниесіне ортақтаса алмадым, енді ұрпақтарым бар, көрсе екен деп армандаушы еді ол кісі. Сол арманы орындалып, ең үлкен ұлын, Олжас атты ұлын осы 2009 жылы осы Қазақстанға ең жоғарғы маңдайалды университет дейміз ғой, Казгу, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетке алып келді. Бала өте білімді, сол шетелдердегі жаңағы білімділерді бағындырып жүрген, жаңағы жоғарғы оқу орындарында түрлі олимпиадалардан, математикадан бірінші орын алып жүрген бала мысалы. Сондай, осындай біздің қанымызда сондай ұлттық тұрғыдан өз бауырларымызды ішке тарту деген сияқты бауырмалдылық болса екен
бізге қандай жас келсе де сондай Қазақстанға туған ата мекенге деген сезімі, жаңа айтып өттім ғой, жүректері лүпілдеп, біз осында қалғымыз келеді, болашағымызды осы Қазақстанның болашағымен байланыстырғымыз келеді деп жатырмыз. Әрбір университеттерде біздің шетелдегі қазақ азаматтарына арналған арнайы гранттар бар ғой. Сол гранттар бойынша келіп осында қазақ тілін дамытып, дайындық курсында білім алып жатқан жастар. Былай қарасаңыз, қандай шын мәнінде өнеге болатын үлгі тұтарлық жағдай деуге болады ғой. Өйткені бізде көбіне өз елімізде өскен қара көздеріміз шетелге қарай мойын созып барсақ деп аңсар ауып тұрады ғой. Тағы бір айта кететін осы Францияның Париж қаласынан келген Толға Түркөз деген бауырымыз осы Қазақстанға келіп дайындық курсында білім алып, әлі күнге дейін біздің редакциямызға хат жазып, хабарын айтып тұрады, байланысымызды үзген жоқпыз. Парижге барғаннан кейін қазақ мектебін ашсам екен, сол жақтағы қазақ балалары үшін. Ол менің үлкен арманым деп кеткен. Сол уақытта жұмыс жасап жатырмын. Түбінде мен қазақ мектебін ашу арманым. Әрине, Алла жәрдемші болсын деп бұл арада біз тілек қосамыз. Ал енді Нұрзила, былай қарап отырсақ, қазақ елінде осы Қытайдан келген бауырларымыздың арасында белсенді, өте дарынды, білімді, білікті азаматтар, жастар өте көп. Ал ол Қытайда біз танымаған әлі елдің туын көтеретін сондай бір мықты, дарынды тұлғалар шетелде де енді бар ғой, Құдайға шүкір, бірақ дегенмен әлі де көп шығар. Қазақ енді салт дәстүрін тастамайтын қазақ қой, енді қайда жүрсе де дінін, тілін, салт дәстүрін ұмытпайды. Мысалы, қайда жүрсе де салт дәстүрін бірге алып жүреді дегендейін. Мысалы, ол жақта енді қазақ жан жақтылы халық, жан жақтылы шұғылданатын ғой. Мысалы, спортпен айналысады, жоғары оқу білімдермен айналысады. Мысалы, өзіміздің қазақтың ұлттық ақындар айтысы дейді. Мысалы, ақындар айтысында мысалы Жәмиға Дәулетқызы дейтін ақындар, сондай бір апайымыз бар. Қазақтан шыққан өте бір үлгілі бірінші ақын. Енді ең бастысы соларға Алланың өзі жәрдемші болып, елге келіп, елдің жаңағы еңсесін көтеруге атсалысатын сондай бір қайырлы қадамдар болсын деп тілек тілейміз. Ал енді уақытымыз да таяп қалды. Сондықтан да мына әңгімемізді қорытындылай келе, өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен қорытындылап, осы хабарымызды тамамдасақ. Қиыр қонып шет жайлаған шар тарапта жүрген қандастарымызға да осы өзіміздің елімізде жүре тұра еліміздің қадір қасиетін көбіне ұғына алмай жүрген замандастарымыз болсын. Керісінше қазақты ұлықтайтын замандастарымыздың барлығына айтарым, заман біздікі, тек білімді, алға ұмтылатын, Алланың құлымын, Мұхаммедтің үмбетімін дейтін әрбір қазақ жастары осы жадынан туған ұлтыма, діліме тек жақсы жағынан ғана үлесім болса екен деп, сондай талпыныста, сондай ойда жүрсе екен деген тілекті өзім айтқым келеді. Сол жақтағы келе алмай жатқан, мысалы, келіп те жатқан енді бауырластарымға енді осы Қазақстаным, қазақ мемлекетін деп келгеннен кейін жақсы оқып, осы Қазақстанда бар білімін алып, Қазақстанға деген өзінің махаббатын, үлесін қосып, Қазақстанға, мысалы, менің өзім де болсам, Нұр-Мұрат университетінде оқып атып, сол жерден жақсы білім алып, осы армандаған армандарыма жетіп, осы Қазақстанға деген бір өзімдік азаматтық үлесімді қосып, бір кірпіш болып қаламсам деп армандаймын. Аллахым соған нәсіп етсін. Қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі студиямыздың қонақтары Шалқар 2 еларалық газетінің тілшісі Жазира Амантайқызы және Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің студенті Нұрзила Әлғазы қонақта болған еді. Сіздерге Алла разы болсын деп көрермендердің атынан көп-көп рахмет, алғысымды білдіремін. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген Абай Хакімнің өлең жолдары. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Өзіңе қалағанды өзгеге қаламайынша толық иман келтірген болмайсың деген хадисімен астасып жатқан ақиқат. Сондықтан мұсылманның мұсылманға жасаған дұғасы қабыл екенін ескере отырып, алыстағы ағайынға әрдайым Алладан амандық пен береке тілеуден жалықпайық деген ниетпен хабарымызды тамамдаймыз. Әрқашан әрбіріңізге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Аман, сау болыңыздар.